Тікелей эфир кезінде журналистер нені бастан өткіп жатқанын білесіз бе? Жалпы телекөрермендер олардың жүріс-тұрысын мұқият бақылап отырады. Негізі тікелей эфир кезінде кез келген сәттер де болады, тіпті қорқынышты жаратылыстар да табылады. Бұл бейнелерді жалған деп айту қиын. Сіз көретін барлық мистикалық жаратылыстарды осы тікелей эфирден көре аласыз. Сонымен кеттік. Достар, видеоның басында бір нәрсе айта кетейін. Біздің арнада 73% адам тіркелмей көреді. Егер де сіз солай тіркелмеген болсаңыз, астында қызыл түске боялған подписаться деген кнопка бар, соны басып, қасында қоңыраушаны басып, біздің арнаға тіркеліп қойыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Кеттік ал. Аргентина футбол чемпионаты тікелей эфир жүріп жатыр. Бір кезде телекамераға көрермендер отыратын жерде белгісіз адам бар жылдамдықпен жүгіріп өтеді. Қалай ол бар жылдамдықпен жүгіріп өте алады? Тіпті оны сол жерде отырған көрермендер де байқамай қалады. Достар, сіздердің ойларыңыз қандай? Егер бұны монтаж деп ойласаңыздар, бірақ тікелей эфир екенін ұмытпаңыздар. Солтүстік Америка бұл эфирді монтажламайды деп ойлаймын, өйткені сұхбат кезінде қыздың артындағы бұл тіршілік иесі эфирге шықты. Бұл мақұлық таяқ жәндіктерге ұқсайды. Қарап отырсаңыздар, ол жоқ жерден пайда болады. Ол не болуы мүмкін? Оқиға орнынан тікелей эфир және тілші артында осы жолда апат болған туралы айтып жатқан кезде жолдың шетіне қалықтап тұрған бір түрлі көлеңкелерді көруге болады. Ал мына эфирге өрмекші түсіп қалады. Жүргізуші өрмекшіні көргенде қатты қорқып кетеді. Әрине бұл қарапайым өрмекші, жай ғана компьютерлік қателік болу керек. Oh my gosh, that was creepy. Oh, of course he had to be right on my head. Oh, I just don't like. Ал бұл тікелей эфир кезінде ұшақты көрсету керек еді. Жүргізуші әрине бұл ұшақ емес деп қатты таң қалады. Расында бұл ұшақ емес, жай ғана N-ға ұқсайды. Негізі jай ғана емес. Es un ovni. Porque no es un avión. Pero ahí va girando. Ve Va como muy girando. rápido. Claro, va girando así. Bueno. 2014 жылы жергілікті тұрғындар жақын жерде бір нәрсе пайда болады деп шағымданады. Бит деген кісі сол жерде бір түн қонады және келесі күні елестердің іздері мен фотосуреттері бар екенін дәлелдейді. Жаңалықтар арнасы онымен тікелей эфирде сұхбаттасты. Мұны үйде білетін шығарсыздар. Егер білмесеңіздер, ең қорқынышты үйлер деген видеомызда айтқан болатынбыз. Көргеніңіз келсе сілтемесі төменде болады. Жалпы бұл үйде елестер бар. Сол елестерді көру үшін арнайы тікелей эфир жасайды. Бір кезде мына әйелдің артынан түсініксіз ақ фигура өтіп кетеді. Ал мына тікелей эфирге таңғажайып аю түсіп қалады. Ол аю үйлердің арасымен өтіп, өзімен өзі жүреді. Бірақ бұның қай жері қорқынышты екені белгісіз. Ресейден келген репортер өрістің ортасында тұрып жергілікті жерлер туралы әңгімелесіп жатқанда кенеттен артынан жарық шар тәрізді бір нәрсе пайда болады. Әрине оның не екені белгісіз, бірақ әдемі көрінеді екен. Только за последние 350 лет. Олежка, смотри. Ой, ничего себе. Что это? Вау. Блин. 2016 жылы биатлоннан эстафета өтеді. Бір қызығы тікелей эфир кезінде камерада қараңғы бір нәрсе өтіп кетеді. Тіпті адамға ұқсайды. Жалпы достар, видеоның соңында байқасаңыздар, біз күн сайын видео шығаруға тырысамыз. Енді сіздер біздің еңбекті бағалап, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызды таратуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Давайте, келесі кездескенше, давайте. Деп шәй отсаң.